Наполеон әлем тарихында танымал есімдердің бірі. Бұл тұлға француз қоғамында қарапайым халық дәрежесінен ұлы француз императоры дәрежесіне дейін көтерілген жалғыз тұлға. 18 ғасыр Франция үшін түбегейлі бетбұрысқа толы кезең болды. Әсілінде Наполеон император болған кезеңінде жеке басқа табынушылық болмады. Керісінше, ол зайлы қоғам құруды аңсады. Наполеон интеллектуал, білімді, һәм зиялы адам болған. Әлем тарихында алып тұлғаларды алып қарайтын болсақ, олардың жақсы жаман қасиеттерін байқаймыз. Міне осы үшін Наполеонның да ұтымды, кемшілікті тұстарын айта кеткен жөн. Наполеонның балалық шағы Франция мемлекетіндегі Корсика аралында өтті. Бұл Корсика аралы 1769 жылы Генуя патшалығының тарапынан Франция мемлекетіне берілген болатын. 1769 жылы 15 тамызда Корсика аралында болашақ император, саяси қайраткер Наполеон Бонапарт дүниеге келген болатын. Ұлты Корсика. Наполеон ақсүйектер отбасында дүниеге келген. Әкесі Карло Мария Бонапарт, мамандығы заңгер болған. Әкесі Генуя патшалығымен соғыс кезінде Корсика аралының тәуелсіздігі үшін күрескен. Кейініректен Франция империясының жағына өтеді. Анасы Мария Летиция Ромалина, ақсүйек отбасының қызы болған. Наполеонның анасы хас сұлудың өзі болған, һәм батыл, һәм рухты болған деседі. Мария Летицияның 13 баласы болған. Оның тұңғышы Жозеф болса, екіншісі Наполеон болған. Наполеон алғашқы білімін католиктік діни мектебінен бастайды. Бірақ Наполеон үшін француз тілі ең қиыны болады. Католиктік мектепті бітіргеннен кейін туысқандарының қолдауының арқасында Франциядағы Бриан әскери училищесіне білім алуға мүмкіндік алады. Алайда оқу Наполеон үшін қиынға соғады. Айналасындағы курстастарының барлығы оны алыс аралдан шыққандығынан, әрі француз тілінде акцентпен сөйлейтіндігінен онымен араласпайтын. Наполеон бос уақытын кітап оқумен өткізді. 1784 жылы Наполеон оқуын үздік аяқтап, кіші офицер атағына алып шығады. Оқуын бітірген Наполеон егінді кезекте Франциядағы әскери саладағы жұмысқа тұрады. 1796 жылы наурыз айында Наполеон өзінің болашақ жары Жозефина де Богарния есімді француз ақсүйек отбасынан шыққан жесір әйелмен танысады. Наполеон Жозефинаны дереу ұнатып қалады. Жозефина жай әйел емес еді. Ол бұрынғы Александр де Богарния есімді жігітпен тұрмыс құрған еді. Жозефинаның Александрдан 2 ұлы болатын. Александр Париждегі көтеріліс кезінде халық жағына шығып, қаза тауып, Жозефина жесір қалады. Осылайша Наполеон Жозефинамен ұнатып, некесін қияды. 17 ғасырдың екінші жартысында Франция Еуропадағы ең қуатты мемлекеттердің бірі болды. Франция бұл кезеңде Англия, Герман корольдігі, Австрия империясы, Италия, Осман империясы, Испан корольдігі, Ресей мемлекеттерімен байланыста болды. Франция мемлекетін Бурбондар әулетінен шыққан 14-ші Людовик елді абсолюттік монархиялық билікте басқарды. Монархиялық билік жоғарғы мемлекеттік билік, бір ғана басшы, монархтың қолында болуы және ұрпақтан ұрпаққа мұрагерлікпен берілетін басқару құрылымы. 14-ші Людовик кезінде мемлекет үлкен жетістіктерге жетті. Француз қоғамы 3 сословиеден тұрды. Бірінші сословие ақсүйектер тобы, екінші сословие діни қызметкерлер тобы, үшінші сословие шаруа иелер тобыдан тұрды. 18 ғасыр Франция үшін түбегейлі бетбұрысқа толы кезең болды. Әсіресе Англиямен ұзақ жылға созылған қақтығыс Францияны әлсірете жіберді. Оның есесіне 7 жылдық соғыс, Англиямен теңізаралық қақтығыс Африка үшін талас елді мүлдем бас көтермесе әлсіретті. Бұл кезеңде Франция мемлекеттік билігін 16-шы Людовик басқарған болатын. Франция аграрлы мемлекет болды. Елде осы жылы қуаңшылық жайлады. Шаруа иелері жерді пайдаланғаны үшін жер иесіне салық төлеуге міндетті болды. Оның есесіне қуаңшылық жайлағанның әсерінен өнім шықпай қалды. Ал дворяндар мен шіркеу иелері қарапайым халықтан салық есебін алып, байығанның үстіне байи берді. Міне осының салдарынан егін шаруашылығында өнім төмен болып, елде ашаршылық басталды. 18 ғасыр 80 жылдары феодалдық абсолюттік билік дағдарысы ушыға түсті. 1789 жылы 14 шілдеде Париж қаласында шаруа иелері мен халық көтерісі басталды. Сол күні ішінде көтерілісшілер Париж қаласын толығымен басып алды.
Бастилияны құлатты. Көтерілістің басты жетістігі абсолюттік монархияны құлатып, оның орнына буржуазиялық билікті қалыптастырумен аяқталды.